Барлықтарыңа сәлем. Бүгін біз уақыт жайлы сөйлесеміз. Уақыт өмірде ең қымбат нәрселердің бірі. Яғни Қазақстандағы қарапайым адамның 1 сағат уақыты қанша теңге тұратынын есептейміз. Қазақстанда орташа айлық қанша? Шамамен 100 мың теңге. 100 мың теңгені есептейміз. Яғни Қазақстандағы қарапайым айлық 100 мың теңге. Айына адам қанша уақыт жұмыс жасайды? 24 күн. Орташа. Бөлеміз 24-ке. 24 күнге. Сол кезде біз бір күн уақыты қанша теңге тұратын есептейміз. Яғни, қазір калькулятормен есептейік. 100 мың теңгені бөлеміз 24-ке. 4166. 4166 теңге бір күн тұрады. Қалай ойлайсыздар? Көп па, аз ба? Қазір соңынан есептейміз. Ары қарай 1 сағат қанша теңге тұратын есептеу үшін бір күнде адам қанша уақыт жұмыс жасайды? Шамамен 8 сағат. Бөлеміз 8-ге. Сол кезде адамның 1 сағат уақыты қанша теңге тұратын есептейміз. Бөлеміз 8-ге. 1 сағаты 520 теңге. Яғни Қазақстандағы орташа кез келген адамның 1 сағат уақыты 520 теңге тұрады. Меніңше бұл өте аз. Жай ғана бір мысал келтірумен бұның аз екенін дәлелдеуге болады. Яғни бір қызбен немесе олмен ресторанға барып қайтуға қанша ақша кетеді? 20 мың теңге. Ең күшті емес, жаман емес, орташа қарапайым 20 мың теңге. Енді 20 мың теңге қанша сағат тұратын есептеу үшін 20 мыңды 520-ға бөлеміз. 20 мың бөлеміз 520. 38 сағат. 20 мың теңге дегеніміз 38 сағат жұмыс. Енді ғана қыздарға айтамын. Менің үйімде келіп, үйім тазалап немесе огородымды тазалап кетіп жұмыс жасаңыздар. Мен сіздермен бірге болмаса ресторанға апарам. Тегін жұмыс жасайсыздар. Егер қарап тұрсақ, біздің айлығымыз бен уақытымыз дәл сол нәрсеге келіп тұр. Бұл керемет нәрсе емес. Ары қарай жай ғана бір турға 200 мың теңге күшті емес. 200 мың теңге тұрады жай ғана тур. Турға бару үшін қанша уақыт жұмыс жасау керекпіз сонда? Біз 100 мың теңгенің 30 мың теңгесі квартплатаға кетеді. 20 мың 30 мың теңгесі тағы да тамаққа кетеді. 60 мың теңгесі кетіп қалды ма? 10 мың теңге жолға, автобуспен жүрген кезде 10 мың емес, 10 мыңнан көп кетуі де мүмкін. 80 мың теңге кетіп қалды. Тағы 20 мың теңге қалса қалды, қалмасы жоқ. Киім бар, үйдегі барып келуі, үйге қонақтар келуі бар, қазақпыз ғой. Сонда 100 мың теңге жай ғана кетіп қалып жатыр. Егер біз ойланып қарайтын болсақ, біздің өміріміз өлмеудің амалы. Бұлай өмір сүрсін деп бізді ата-анамыз туған жоқ қой. Біздің осылай жүрсін деп ата-бабамыз Қазақстанды сақтап қалған жоқ қой. Ары қарай келесі видеода мен сіздерге мына 200 мың теңгені қалай шығаратынын, немесе бір көлікті, немесе бір үлкен үй алу үшін қанша уақыт жұмыс жасау керек екенін есептеп беремін. Сіздермен бірге болған Мақсат Тілеухан.